сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз Ақтауда орналасқан Аққалаға келдік, торговый центрға. Осының ішінде кинотеатрға келдік. Қазір кинотеатрның бағаларын, билеттердің ішінде атмосферасы сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Міне достар, торговый центр Аққала. Қазір біз лифтпен жоғарғы этажға көтерілеміз кинозалға бару үшін. Нешінші этаж? Бес. Лифттің іші әдемі екен. Аққаладағы кинозал 5-ші этажда орналасқан екен. Қазір кіріп қараймыз. Атмосферасы керемет екен. Білем кет. Билет қарай. Касса. Кино билет алған. Қандай кинолар бар дейді? Saat нешеде басталады? Достар, Аққалада орналасқан кинотеатрға кетсеңіздер болады екен. Мына жер керемет, барлық жағдай жасалған. Біз уже 2 билет алып жатырмыз. Билет алды? Үшіншіде. Үшінші зал қайда? Дәл осылай кірдік. Бұл жерде неше зал бар деді вообще? 5 зал бар екен. 3 зал екен апа. Иә. Достар, біз киноға билет алдық. Бағалары өте тиімді. Әртүрлі екен, 1000 теңгеден басталады. Келіңіздер, көріңіздер, егер Ақтау қыдырып кетсеңіздер, осы кинотеатрға міндетті түрде келіп көріп кетіңіздер. Өздеріңіз ұнаған кинолардың барлық списогі бар екен. Кәсіппен сұрадым. Қазір мен сіздерге осы атмосфераны үшін түгел сіздерге түсіретін боламын. Күшті екен де. Бізде де кино саласында керемет қарқынды дамып жатыр да. Келесі жерге гардероб киімдеріңізді іліп кетсеңіздер болады. Қазір залдың ішін сіздерге көрсететін боламын. Киноға біз басталуға әлі 10-15 минут уақыт бар екен. Алғысты біздің кино басталатын уақыт болды да. Қазір кино залға барып жатырмыз. Билет тапсырып болдың ба? Үшінші зал.
Біздің орындығымыз үшінші қатар екен. Кинотеатрдың іші қараңғы екен. Сосын сотканың несін қысып фонарийін. Көңіл күйің қалай білем? Күшті. Киноның аты қандай? Тақия. Қазір сіздерге үзіндісін түсіретін боламын. Эй, ты чё спишь? Еще с открытыми глазами? Вот ты даешь. Не сплю я. Тогда еще страшнее. Да у меня там... Да плевать, что у тебя там, иди работай. Так, ребята, у нас чрезвычайная ситуация. Быстрее собираемся все. Не говори, что Альбина идет. Да она уже идет, давай быстрее. Ха! У нее же встреча была. Давай, она идет, быстрее. Ее ничто не изменит. Та же походка, все та же ледяная застывшая улыбка, самодовольный взгляд и бледное лицо, как у мертвеца. Доброе утро, Альбина Медисхановна. Классно выглядите. Это кто у нас? Я Иркин. Не плевать на имя. Кем работаешь? Я работаю в Аркеле Шоукелем. Кем бы ты там ни работал, вид у тебя должен быть соответствующим. А главное, выглаженным и чистым. Вы все здесь лицо продакшена. Все. Извините, больше не повторится. Очень надеюсь. Еще раз увижу, уволю. И, Гульжан, дашь ему адрес, пусть сам заберет документы и зайдет в химчистку. Как ты там себя называешь? Короче, быстро бар и быстро кель. Все. Жеттім. Оп-оңай. Әлемде екі тұзы жеңіл адам болса, соның бірі менмін. Адам айтқандай, әр төбенің басын бірі тепкілеп жүргенде қай құдай айдаған білмеймін. Әлі ана Купидон деген чувак не то бір нәрсе жеп алдыма белгісіз. Маған осы қызды жіберді. Құсқа айтқанда, құс келгенде қылтиып қалатыны бар еді. Ой, ата қойшы, осы сіздің ақпесман той әзілдеріңіз бітпейді екен. Ата, мен қазір қаланың қақ ортасында отырмын. Қолымда сіз тастап кеткен тақия. Соны киген айналам бәрі біртүрлі болып кетті. Түстейін десем түсім емес. Ұзын сөздің қысқасы миға сыймайтын нәрсе. Ата, мен жанданайын деген жоқпын ба? Кешегі айтқандан құлағыңа ілмегенсің ғой, ақпақұлақ. Так, все должно быть готово к завтрашнему дню. Приведите в порядок помещение. А вот и наш Тихоня пришел. Кешіріңіздер. Да соберись ты уже. Айжан, ты займешься фуршетом. Эх, сейчас кто бы меня свозил на Мальдивы, там поваляться на песке. Айжан, Хорошо. не забывайте, что Диана наш главный гость и потенциальный инвестор. Надеюсь, она клюнет, иначе все это будет зря. Все, меня не беспокойте.